жүрегімде сез алатын, ауырғанда жазалатын дәрігерімсің. Миллионым, миллиардым, алтын, күміс, бриллиантым, қымбаттым менің. Дәуірімсің, ғасырымсың, ғарышымсың, ғашығымсың, жұмбақтым менің. Миллионым, миллиардым, алтын, күміс, бриллиантым, қымбаттым менің. Дәуірімсің, ғасырымсың, ғарышымсың, ғашығымсың, жұмбақтым менің. Мінезімді шаттап алған дарыным менің, жан дүниемді дертке толған, жанарымнан зерттеп алған ғалымым менің. Талған басқа мен секілді, мүмкін емес сен секілді, сәт сайын мынау жүрсем де мен қандай жолмен, сен деген қандай көрген патшайымым ау. Миллионым, миллиардым, алтын, күміс, бриллиантым, қымбаттым менің. Дәуірімсің, ғасырымсың, ғарышымсың, ғашығымсың, жұмбақтым менің. Ғашығымсың, жұмбақтым менің. Миллионым, миллиардым, алтын, күміс, бриллиантым, қымбаттым менің. Дәуірімсің, ғасырымсың, ғарышымсың, ғашығымсың, жұмбақтым менің. Миллионым, миллиардым, алтын, күміс, бриллиантым, қымбаттым менің. Дәуірімсің, ғасырымсың, ғарышымсың, ғашығымсың, жұмбақтым менің. Мазамды алма деп, махаббат мәңгі емес, ұмытта босқа әуре болма деп мұңай. Жүз қайтала, сені сүйемін, ғашықпын, сенімді айтала. Қарасыз 1-2-4-5. Ал қанеке құрметті, бүгінгі мінеке жаппа сәулетіндегі, яғни Қайрат ағамыз бен Ләззат анамыздың отбасындағы қуанышқа шақырылған қонақтар барлығымыз жиналған болсақ, бісміллә деп той бастайық арабшалап, ассалаумағалейкум деп сәлем бердім қазақшалап. Менің құрметіме болмаса да, бүгін мінеки бір баласы екеу болып отырған, қуаныштан төбесі көкке екелі жетпей тұрған Қайрат ағамыз бен Ләззат әпкемізге бір дуғыл қошемет деп қояйық қанеке. Олай болса, құрметті ағайындар, ортаға бүгінгі той иелерін шақырайын, өздерінің қуанышын бөлісіп отырған, ақ көңіл мен ақ дастархан жайып отырған Қайрат ағамыз бен Ләззат әпкемізді ортаға бір жақсылап билеп, сіздердің құрметтеріңізбен қанеке шақырайық қанеке. Ортаға шығып бір билеңіздер қанеке. Сіздерден қошемет. Бүгін тойда бәрі ойласын, 80-90 қарамай жасқа. Гүлмира мен басқа, мені мақсаң сен бәрін таста. Ерке өскен қаланың қызы, ауылдағы өмір тым басқа. Рахмет. Ләззат апаны білмедім, енді Қайрат ағамыз кәдімгілей қуанышты өте. Тойыңыз құтты болсын. Ләззат апаң енді бір жағы қуанып жүр, бір жағы кухнясын қимай жүр ма білмейме. Тойларыңыз құтты болсын.
Құрметті ағайындар, Абай атамыз айтады, адамның бір қызығы бала деген, баласыз көңіл шіркін толар мекен, дүбірлі той жасамай баласына, қазақтың жағасы жайлауына қонар мекен дейді. Бүгін мінекей бір баласы екеу болып, қуаныштан барлықтарыңызды мінекей Ақтастарханға шақырып отыр. Олай болса, құрметті ағайындар, және де бір қошеметпен тойларыңыз құтты болсын деп бір білдіріп қояйық. Қанеке қошеметтеріңіз болсын той иелері. Рахмет. Ал олай болса, құрметті ағайындар, бүгінгі тойымызды одан әрі созбайық. Ортаға Ақтастарханды ашып алу үшін осы әулеттің яғни құдасы Бейсен ағамызды шақырғымыз келіп отыр. Бейсен аға, келіңіз, бүгінгі тойымызды ашып беріңіз. Қошеметтеріңіз болсын. Ассаламағалейкум. Той құтты болсын. Қазақ құдасын құдайындай сыйлайтын халықпыз. Олай болса, бүгінгі тойымызды, яғни ашып беру сізге бұйырып тұр екен. Қош келдіңіз. Енді қарқ қыласы шығарыс деп шақырып жатыр қой. Құрметті қонақтар, мына бүгінгі жиналып жатқан себептерің, мына Қайрат құдамның үйінде үлкен қуаныш болып жатыр екен. Қуанышына қуаныш қосыла берсін. 2 жас бақытты болсын. Осы 2 жастың бас қосқан берекесін ашық деп жариялаймын. Қарқ қылдыңыз ғане. Тойыңыз тойға аласа берсін. Осындай той сізге де жұғысты болсын аға. Немере шөберені шертіп, сол тойда батаңыз беріп жүре беріңіз дейміз. Тойларыңыз тойға аласын, құрметті ағайындар. Алқынеге құрметті ағайындар, бүгінгі тойымызды мінеге Бейсенде ақсақал ашып берді. Олай болса, алдарыңызға қойдық, 2 қолды бос қойдық деп, бүгінгі тойымызда, яғни ақ көңілмен жайылған Ақтастархананы алып отырыңыздар. Тойға келгенде қонақтың міндеті алдарына қойылған асты алып, және де ақ тілек білдіру болса, біздің міндетіміз сіздердің көңілдеріңізді көтеру. Олай болса, құрметті ағайындар, бүгінгі тойымызды керемет әнмен жалғастырайық. Тойларыңыз тойға ұласын, ауыздарыңыз тәтті дәмде, құлақтарыңыз әсем әнде болсын дейміз. Өсіп берген өмірі жалығандай, армандарың орындалғанда, атың ұзын жолың болғанда, жолың болмай көңіліңе қалғандай, қара көзің мөлдері, қиналатын сол жүрек. Асу бермес биік шыңдардан, ашу жеңгіз күйік мұңдардан, алып өтер сені түрлі арман. Тағдырыңа болсаң тыңдарман, сынбай өтсең небір сындардан, ән салады саған бұлбұл жалған. Жасыл орман асқары тау неге, жалынышты жарық сәулеге, салсын арман мейлі әуреге, атып тұрған таңға тәубеде. Қара көзің мөлдері, қиналатын сол жүрек. Асу бермес биік шыңдардан, ашу жеңгіз күйік мұңдардан, алып өтер сені түрлі арман. Тағдырыңа болсаң тыңдарман, сынбай өтсең небір сындардан, ән салады саған бұлбұл жалған.
дариядан ән салады саған бұлбұл жалыған. Ән салады саған бұлбұл жалыған. Рахмет. Құрметті ағайындар, аш бала мен тоқ бала ойнамайды деген рас-ау деймін. Ал олай болса, құрметті ағайындар, бүгінгі тойымызға мінекей барлықтарыңыз ақ тілекпен, ақ жүрекпен, ақ пейілмен келдіңіздер. Енді мен қазір аттарыңызды атап, түстеріңізді түстеп, ортаға ешкімді ақ тілектің алаңына шақырмаймын. Яғни ағайындар, бауырлар деймін, сол кезде ортаға шығатын боласыздар. Ал қалған кісілерде мінекей отырған жерлеріңізде, яғни столдарға берсек те болады. Олай болса, құрметті ағайындар, мен ортаға ағайын тату болса ат көп деген, абысын тату болса ас көп деген деп бүгінгі мінекей, яғни қуаныштың егесі Қайрат ағамыздың осында келген барлық ағайын туыс бауырларын ортаға шақырғым келіп отыр. Жаппастар, келіңіздер. Қайраттың аға іні әпке жезделері болса келіңіздер, барлықтарыңыз келіңіздер. Аттарыңыз атап отырмаймын, келіңіздер. Қайрат ағамыздың бауырлары, барлығыңыз келіңіздер. Қызыл өрік төгілгендей, қара шашың өрілгендей, сенің нұрлы дидарыңнан күннің көзі көрінгендей. Қызыл өрік, сүйіп қалдым мен сені көріп. Қызыл өрік, қойшын маған көңіл бөліп. Қызыл өрік, сүйіп қалдым мен сені көріп. Қызыл өрік, қойшын маған көңіл бөліп. Рахмет. Ой, бір көптен бері той болмаған сияқты ғой, Тойларыңыз тойға аласа берсін. Қайрат ағамыздың бауырлары, келіңіздер. Енді мен сіздерді ортаға шақырдым ғой, қайтып кетіп қал деген жоқпын. Келіңіздер. Тойларыңыз тойға аласа берсін. Әулеттеріңіз мінекей көбейіп жатыр, Құдайға шүкір. Қуаныштарыңыз мәңгілік болсын дейміз. Аға, тілекті өзіңіз бастап беріңіз. Құрметті қонақтар, осы жиналып отырған себебіміз осы екі жас қой. Екі жастың өмірі ұзақ болсын, екі жас бақытты болсын. Әрдайым осы ағайындардың үйінде той болсын, той деп жүрейік. Кеш жарық құрметті қонақтар, мына екі жас қой, екі жас өмірде бақытты болсын, дендері сау болсын, тойларың тойға аласын, мына әулеттерге әйтеуір келін болып біздерге сыйласып жүре берсін да, екі жас бақытты болсын. Қайрат аға, мына жеңге, мына келін құтты болсын, өміріңіз ұзақ болсын, қадамына нұры жаусын. Әйтеуір мен деген азаматтардың бірі болып жүре берсін, бақытты болсын жастар. Ассалаумалейкум, құрметті қонақтар, Қайрат аға, жеңше, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, келіннің қадамы құтты болсын. Келіннің аяғынан, шопанның таяғынан деді ғой, мына келген келіннің қадамы құтты болсын, жастар бақытты болсын. Соны алса нағашыларымыз жазып жатыр, құттықтау сөздерін қабыл алыңыздар. Алса болса да тілекші ғой олар. Ең басы осы жастар бақытты болсын. Жастар бақытты болса, ата-ана бақытты дейді ғой. Солардың бақытын тілейміз. Қайрат аға, жеңше, тойларыңыз құтты болсын. Келініміз бәрімізге де құтты болсын. Не дейміз? Тойға қаласын, тойларыңыз құтты бола берсін. Ассалаумағалейкум, жиналған қауым. Бүгін бауырымыздың екеуі болып отыр. Әрқашан бақыт тілеймін, бақытты болсын. Қайрат аға, үйлеріңізге әрқашан той деп келейік. Балдардың қызығын көріп, немере шөбере ертіп, артыңыздан жүре берсін.
Олай болса, құрметті бауырлар, тілектеріңіз қабыл болсын. Яғни сонау алыстан келе алмай қалған анаңыз Әлима әжемізге той құтты болсын деп барлығымыз бір қошеметтеп қояйық. Құрметті ағайындар, Әлима әже, тойларыңыз құтты болсын. Осы әулетке тек қана тойға келіңіз. Адам ұрпағымен мың жасайды дейді, ұрпағыңыз өніп өсе берсін дейміз. Тойларыңыз тойға ұласа берсін бауырлар. Билейін десеңіздер бір музыка қойып берейін сіздердің құрметтеріңізге, я? Ал кеттік қанеге, Санжар музыкант, кеттік. Қанеге бауырлар! Быйылдым жоқ. Ал олай болса, құрметті ағайындар, режимистер, қазір антрактың кезінде билейміз. Ас адамның арқауы демекші, бүгінгі тойымыздың қонағасы дайын болған екен, яғни той палауы. Алдарыңызға тартуға рұқсат етіңіздер, құрметті ағайын, туыс, құда жекжаттар. Тойларыңыз той қаласа бер. Барлықтарыңыздың алдарыңызға бүгінгі мінеге қонағасы тартылған болса, астарыңыз дәмді болсын деп, бір 10 минут сіздерге үзіліс берейік. Содан соң бүгінгі келген ағайын, туыс, құда жекжат барлықтарыңыздан ақ тілек тыңдайтын боламыз. Олай болса, 5 минут сіздерге үзіліс. Астарыңыз дәмді болсын. Өзіңе тіл қаттым, сезім есігін сен мен үшін аямай тас жаптың. Ал мен қайта менің әлемім, бақытты тек сенден көремін. Телефонды қайта теремін. Алу қымбат адам, тіл қатпайсың, ұстатпайсың, ақ толтайсың сен жаным. Кел сөйлес, кел майлап, өшіргенмен номеріңді жатсың ғой ойлап. Алу қымбат адам, тіл қатпайсың, ұстатпайсың, ақ толтайсың сен жаным. Кел сөйлес, кел майлап, өшіргенмен номеріңді жатсың ғой ойлап. Махаббат мәңгі емес, ұмытта босқа әуре болма деп мың айт. Жүз қайтала, сені сүйемін, ғашықпын, сенімді айтала. Қоңырау соған байтадан, алу қымбат адам, тіл қатпайсың, ұстатпайсың, ақ толтайсың сен жаным. Кел сөйлес, кел майлап, өшіргенмен номеріңді жатсың ғой ойлап. Алу қымбат адам, тіл қатпайсың, ұстатпайсың, ақ толтайсың сен жаным. Кел сөйлес, кел майлап, өшіргенмен
өміріме алып келіп зілдеймін, мені сонша ғашық еткен кім деймін. Сау басыма тілеп алып сақина, сені неге сүйдім екен білмеймін. Қинап жүрсің хаттарымды оқымай. Күн бағыс ғұмыр
нұрлы шуағы сыр бар ма түннен бүгілген сезімнің серай құлағы бүлкілдеп бойға жүгінген бақыттың бірге балдамы жүргенде егіз татып көп сағынышыңдай арманым біз деген неткен бақыт бал ерін қанбай құмарым қанша рет сонда байландым адаспай тапқан сыңарың ақ жүрегіңнен айналдым жат көше жат үй жат қала көрмедім жылдар нешемен бәріне соның тек қана бүгінге куә осы бәріне соның тек қана бүгінге куә осы рахмет. Ал олай болса, құрметті ағайындар, тойға барғанда өзбекті билетпесең, қазақты сөйлетпесең басың бәле қалады дейді. Олай болса, құрметті ағайындар, білеміз барлықтарыңыз ақ тілекпен, ақ ниетпен келдіңіздер. Мен ортаға арнайлап шақырайын. Бүгінгі яғни бір басы екеу болып жатқан жақсылықтың нағашыларын ортаға шақырғым келіп отыр. Барлық нағашылар, яғни Қайрат ағамыз бен Ләззат әпкеміздің де нағашылары болса, ортаға келіңіздер. Қайрат ағамыз бен Ләззат әпкеміздің және де жақсылықтың нағашылары ортаға келіңіздер. Барлық нағашылар келіңіздер. Сен деушен бір көргеннен ұнаттым деуге, сенбеймін жүрегімді жаттым деуге, көктегі көңілімді ай-яй-яй жаным, ай-яй-яй жаным. Көрінген қызғалдаққа құматтым кейде, жүрегімді жұбаттым дейме, ойылар дәл осындай сұрақ күндерге, ай-яй-яй жаным, ай-яй-яй жаным. Әлима анамыз бастаған барлық нағашылар келіңіздер. Несіне құнықтым, мен білген табалмай жүрмін сол құлықтың, ай-яй-яй жаным, ай-яй-яй жаным. Неліктен өзгенің құшағын жылыттың, қайырын ұнатып. Жұмагүл анамыз бастаған нағашылар келіңіздер. Рахмет. Келдіңіздер ма барлық нағашылар? Қайрат ағамыздың да нағашылары келдіңіздер ма? Бар ма? Олай болса, құрметті ағайындар, сонау үлкен нағашылардан, түп нағашылардан бастайық. Қайрат ағамыздың нағашы сонау Тараздан келген. Қошқар ағамызға микрофон кезегін берейік аға. Ортаға шығыңыз, микрофонды алыңыз, жиендерге деген ақ тілек, ақ ниетіңізді білдіріңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Бүгін міне жиналып отқан себебіміз біздің жиеннің үйінде үлкен той екен. 2 жас
қосылып жатыр екен. Әрқашан 2 жас бақытты болсын. Шаңырақтары биік, керегелер кең, терезелер тең болсын. Әрқашан 2 жақтың абыройын берсін. Ойнап күліп, әр уақытта қол қанатты тегізіп жүре берсін. Міне бүгін Қайрат ініміз келін алып қуанышты болып жатыр. Мына 2 жасты себебі 2 жас бақытты болсын, өмірі ұзақ болсын, өмірде жақсылықтарға жете берсін. Тіккен отауы шаңырағы биік, керегесі кең, терезесі тең болсын. Өбірлі шөбірлі болып, халқына қалаулы азаматтар болып өсе берсін. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Осы жерге бәрі жиналып отқан айтып осы тиісті адамдар келіп отырыпты. Біріншіден Қайрат, мына қарындасымыз құтты болсын. Өмір жастары ұзақ болсын, 2 жастар бақытты болсын бәрі де. Жұмагүл де сіздерге де немерең бәрі де құтты болсын бәрі де. Ертең нәсіп болатын болса шөбере көріп несіне қалатын. Аманшылық болсын, денесі болсын. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Міне барлықтарыңызға берілі. Бүгін Қайратжан, Ләззатжан, мына келіп атқан келін қадамы қайырлы болсын. 2 жас бақытты болсын. Өмірде тату-тату жасайтын бір семьялардың бір болып жетілсін. Тілектеспіз. Құтты болсын. Жұмал апа, сізге де құтты болсын. Сәлем, осы жерде бар отырған ағайын, туыс, жекзат, құдалар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі мына жиналып отырғанымыз немерем жақсылықтың бір басы 2 болып отыр екен. Балдарым бақытты болсын, дендері сау болсын. Қайрат, Ләззат, келін құтты болсын. Барлықтарыңа құдашалар. Балдардың осы жақсылығында отырайық, дендері сау болсын, бақытты болсын. Ассалаумағалейкум, ағайын туысқан бауырлар. Қайрат, Ләззат, келіндеріңіз құтты болсын, қадамынан нұр жаусын, құт берекесімен келген болсын. Жұмал апа, сізге де келін құтты болсын, немерелеріңіз бәрін құтты болсын. Әрқашанда жақсы күнге жинала берейік. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Бүгін жиылып отқан себебіміз, жиеніміз жақсылық үйленіп, семья құрып отыр екен, бақытты болсын. Қайрат, Ләззат, тойларын құтты болсын. Келген қонақтардың қадамдарына нұр жаусын. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Міне бүгін апамның үйінде ақтүйенің қарны жарылып, немере келін сұватыр екен. Қайынсыңыз, сендерге де құтты болсын. Апамның немере келіні, сендердің енді келіндерің ғой. Балдар бақытты болсын. Осындай жаңа жылдың басы жақсы басталып жатыр ғой, енді той болсын. Көргеніміз ылғи той болсын. Барлықтарыңыздың шаңырақтарыңызда осындай тойлар бола берсін. Отбасыларыңыз аман болсын, тойларыңыз тағы да бір рет құтты болсын. Не дейміз міне? 2 жас қой, 2 жас бақытты болсын. Қайратжан, Ләззатжан, тойларың құтты болсын. Жастар бақытты болсын. Әлим апа, немере құтты болсын келін. Дендерің сау болсын. Әрдайым осы тойда кездесек той болсын. Рахмет, ойлап қойдым, микрофон үйлерін алып кетеді шығар деп. Тілектеріңіз қабыл болсын, мұраттарыңыз асыл болсын. Осындай той сіздерге де шығысты болсын дейміз. Әрбір ата-ананың арманы ұлды ұяға, қызды қияға қондыру дейді. Олай болса, құрметті ата-аналар, армандарыңыз орындалып, тілектеріңіз қабыл болсын дейміз. Ортаға нағашылар келіңіздер, бір жақсылап бір жарты музыкаға бір билеп алайық. Қанеке, кетті қанеке. Қанеке нағашылар, ортаға шығамыз.
нағашы жақсы биге жалғадым. Жиендерді қолдаудан еш нағашылар талмадым. Таусылмайтын сарқылмайтын мейіріміңді арнадым. Таусылмайтын сарқылмайтын мейірімдісің нағашы. Рахмет нағашылар. Нағашы жақсы болса жігіттің бағашылар дейді. Олай болса, құрметті нағашылар, бүгінгі тілектеріңіздің барлығы қабыл болсын. Олай болса, құрметті ағайындар, тойға бала алып келген жақсы ғой, бірақ балаға егелік қылсақ, одан да жақсы дейді. Мына балдарды көріп, менің де ойнағым келіп кетті ортаға шығып. Ал енді құрметті ағайындар, қазақ осы құда бол деп қинайтын, құдасын құдайындай сыйлайтын халықпыз. Мен ортаға жалпы осы әулеттің құда-құдағиларын, құда балдары мен құдашаларын барлығын шақырғым келіп отыр. Келіңіздер құдалар. Құда-құдағилар, осы әулеттің құда-құдағилары ортаға келіңіздер. Жаным деп күн арам, күнде саған барам. Сенен хабарым жоқ қой, салам әнге салам. Мені сен шақырсаң, құстай ұшып барам. Сүйдім сені Гүлнарам. Жаным деп күн арам, күнде саған барам. Сенен хабарым жоқ қой, салам әнге салам. Мені сен шақырсаң, құстай ұшып барам. Сүйдім сені Гүлнарам. Ауылыңа күнде барып қайтамын. Көздеріңнен махаббатты байқадым. Рахмет. Және де құрметті ағайындар, осы кісілерге қосқым келіп отыр. Осы әулеттегі жиендер, бөлелер келіңіздер сіздерде. Жиендер мен бөлелер сіздер де келіңіздер, иә. Келіңіздер. Айтамын, ауылыңа күнде барып айтамын. Осы әулеттегі жиендері, бөлелері барлығыңыз келіңіздер. Құда-құдағилар. Рахмет. Аға, енді бүгін тойды бастап бердіңіз ғой. Енді құдалар жағынан енді өзіңіз сіз сөзді бастап беріңіз міне. Құрметті қонақтар, міне бүгінгі жиналысып атқан немен міне қайратпен қуаныш болып жатыр ғой, қуанышына қуаныш қосыла берсін. 2 жас бақытты болсын. Үбірлі шүбірлі жусандай түбірлі болсын. Әр уақытта еліне елеулі, халқына қалаулы азаматтар болып ата енесіне адал қызмет ете берсін. Барлықтарың отбасында осындай жақсы ниетпен кездесе берейік. Әумин, тілегіңіз қабыл болсын құда. Ал, құдалар жақтан. Ассалаумағалейкум. Мынау жиналған себебіміз мына 2 жас қой. 2 жас бақытты болсын. Қайратжан, сен Аман ағам, Әлима апам құлағы шулап атқан шығар. Әуелі Алла солардың несі ғой. Әлима апам енді іші дүбірлеп анау жақта жатқан отырған шығар. Сол кісіге келін, немере келін құтты болсын. Сен енді екеуің бізге келін бол, біреуің іні боласың, біреуің келін боласың ғой. Мынау сар келіншектің шайын ішіп бешбармағы жеп өскен баласы ғой, қолымызда кішкентайдан. Бір жағы ар жағы нағашылығымыз бар, бір жағы құда андамыз. Айналайын әрқашан мынау алған келінің тек бізбен сіздің келіңіз елдің, халықтың азаматтары болсын. Әрқашан осы жастар үбірлі шүбірлі болсын, жусандай түбірлі болсын. Қанарбай ата әрқашан қолдап, желеп, жебеп жүрсін. Міне Қайратжан бүгін осы халықты жинап, осы кісілердің батасын аламын деп келіп отыр екен. Міне қосылған 2 жас бақытты болсын, ата-анасына, халқына мейірімді болсын. Келіннің аяғынан, шопанның таяғынан келген келіннің аяғы қайырлы болсын. Не дейміз басқа? Қайрат деген жігіттің әкесі Аман, әрі менің зорам, әрі құдам еді. Ишара оларды құлағы елеңдеп жатқан шығар, жатқан жерлері жайлы болсын. Тойың той қыласын, әрқашан осы үйіңде үнемі жақсылет, той болсын. Құдандалығымыз мәңгілік болсын, құдандалықтарың мәңгілік түбірлі болсын, бала шағалы болсын. Әумин өліп бар. Жаңа Қайрат сенің енеңнің аты кім еді? Сақ құдағаймен өзі бір танысқым келіп жатыр, о той үстінде. Жұмагүл ма? Жұмагүл құдағай. Бер жаққа келші осы.
осы құдағаймен тасып көрдім. Жақсы. Келін құтты болсын. Сізге енді көп сөзбен не қылып кетіптім, кешіресіз. Әйтеуір. Қайнапаңды қызғаса құдағай болады. Жақсы болыпты онда. Той-тойға аласың. Құрметті алыс жағынан жиналып отқан құдағанда ағайын туыстар, бүгін міне бір үлкен қуаныш, үлкен мерекенің ішінде отырсыңдар. Мен өзім таныстырайын. Мен әлі Рамат Караматтан бастап таныстырмақшымын. Міне жерде Оразағанның баласы отыр ғой. Енді оның да балдары бар. Ал енді олар біздерді танымау мүмкін. Орынгүл апаң мен Айсұлу апаң екеуі, біреуі Раматтан болса, біреуі Караматтан болған. Караматтан менмін. Шөбере болам ба, шөкшек болам ба, ал енді Раматтан сендер. Міне сен үлкен қуанышыңа отыр. Мен бір жағынан бөле болам, енді ескі бойынша. Ал енді бір жағынан ләззат менің әйелім бөлесі. Енді бір қарға тамырлы қазақ деп жатамыз ғой. Айналысып келгенде алыстығымыз жоқ. Міне бүгін бір балаңды екеу қылып, осында үлкен қуанышқа бөлем жатсын. Алла ұзағынан сүйіндірсін. Сол балдарың бақытты болып, өздеріңдей өсіп өніп, елге, халыққа қызмет қылатын жақсы жан болсын. Мына тойды бастағанда, табақ тартылғанда, күрілдеген домбыраның күйі есік батқанда сенің 12 неуен осы ериді ғой. Себебі мен жаңа соны ойлап отырғаным, бәр алдына Орынгүл апаң да өтіп атыр, аман Оразағаңдар да өтіп атыр. Әлима апаңа енді жылда барып сәлем беріп тұрамыз ғой. Енді бұл бір күй емес, сол екішек бір пернеде біздің тарихымыз жатыр. Сосын біз әбден бірігіп қалған жанбыз. Енді сен не деп айтайын? Сенен осыны сұрап алғым келіп жүрді. Түпкі жолменен бөле болып кете береміз. Ләззат менің қарындасың есебінде, әрі балдыз деп айтпай ақ қояйын, енді қарындасым ғой. Тойың той қыласын, балдарың бақытты болсын. Осыны жаңа ойлап отырамды айтып, балдар келешекте ұрпақ тансын, тойға келгенде 100 граммды ішіп, билеп мінеді, жүзін шайдан болып кеткеннен гөрі, өзіңнің қай жерден келіп осы әулетке қосылатыныңды, осы дастархан басына не себеппен келіп отырғанын таныстырып кетсе, әрбір сөйлеген адам. Мына жастарымыз соның бәрін білер еді. Сол үшін осы нені көп сөйледі деп айып етпейсіздер. Ал жаңа бастаушы қайда? Подаркасын берген неге бастан? Ертең тойда тағда болады. Бөлеміз ғой, оны бөліп бір бөле қыла береміз. Негізі бердіңіз ғой бетеш атқын, Олай болса, құрметті ағайындар, апай сөйлейсіз бе? Міне, Қайрат, Ләззат, тойларың құтты болсын. Қосылып атқан 2 жас бақытты болсын, бақыттары баянды болсын, өбірлі, шүбірлі, жусандай түбірлі болсын. Той қыласын, той тағы да бір рет құтты болсын. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Міне бүгін Жаппастар әулетінде үлкен той. Тойдың себепші мына Қайрат ағамыздың, Ләззат әпшеміздің ұлы келін түсіріп жатыр екен. Келін құтты болсын. 2 жас бақытты болсын. Әрқашында осындай жақсы күндерде, жақсы ниеттерде, үйіңізде, тойда кездесе берейік. Жастар бақытты болсын. Қайрат, Ләззат, той құтты болсын. Жастар бақытты болсын. Осы әрдайым сенің шаңырағыңа жаңа той деп келейік та. Бақытты болсын жастар. Міне бүгін нағашыларым отбасында үлкен қуаныштарыңыз құтты болсын, көке жеңше. Жакотай осы бақытты болсын, өбірлі шүбірлі болсын, үлкен бір отбасы болсын. Сол нағашыларым одан да көп қуаныштарыңызға келе берейік. Бәріңіздің отбасыларыңызда осындай қуаныш болсын. Апа рұқсат берген жоқ, мүмкін ол сыйлықты мен алып қалатын шығармын. Олай болса, құрметті туған туысқандар, барлықтарыңыздың тілектеріңіз қабыл болсын, мұраттарыңыз асыл болсын. Құда болса 1000 жылдық, күйеу болар 100 жылдық, сыйластық болса арада, сонда болар мәңгілік дейді. Құдалықтарыңыз да мәңгілік болсын. Олай болса, құрметті ағайындар, осы той баршаңызға жұғысты болсын деген ниетпен естелікке, суретке түсіріп жібересіңдер ме? Ер азаматтар алдыға шығамыз. Отыратындар жастар жағы отырып алыңыздар.
Қайрат аға, бір шетке тұрыңыз. Сіздер жақындаңыздар, бір-бір қорқпаңыздар, я, құшақтаңыздар бір-бірлеріңізді. Жақын тұрыңыздар. Маған емес, мына кісіге қараңыздар. Рахмет. Тойларыңыз тойға ұласа берсін, тілектеріңіз қабыл, мұраттарыңыз асыл болсын, орнымызға жайғасып алайық. Ал енді бүгінгі тойға жиналған ағайын туыстар, бізді ортаға ақ тілекке шақырмады деп ренжімеңіздер. Олай болса, мына өз уақытымызды өзіміз алмай, бүгінгі беташарды бастайық деп жатыр. Олай болса, біз енді тамаданы білесіздер. Той иелері не айтса, соның айтқанына көніп жүре береміз. Ақшасын көбірек берсе, ыдыс аяғында жуып беріп кетеміз деп қойсаңда. Ал олай болса, құрметті ағайындар, бүгінгі, яғни алдарыңызға тартылған палаудың батасын алсақ па деп отырық. Содан соң келінді, жаңа түскен келінді ортаға беташарға алып шығайық. Батаны, яғни Қайрат ағамыздың бөлесі Нұржан аға сізден алғысы келіп отыр екен, келіңіз Нұреке. Олай болса, құрметті ағайындар, білек түріп, қол жайып бата сұраймыз. Үлкендерден Нұржан аға бата беріңіз ғанеки. Балдарға егелік қылайық, сәл өзара әңгімені тияйық. Сұрасаң бата берейін, үстемді болсын мерейін. Ықыласымен тыңдасаң ақ батамды берейін. Абыройың зор болсын, дастарханың мол болсын. Ұлыңның әрбір бөлмесі қуанышқа кернесін. Ұл мен қызың ер жетіп, білімге құшақ сермесін. Ағайын туыс жек жатың, еш жамандық көрмесін. Тойың той қыласын, балдар бақытты өмірлі болсын. Соның қызығын көріп, ортамызда үлкен азамат болып жүре берсін. Мен әуләк бар. Ал Нұреке, бата батпасын, батаңыз жерде жатпасын. Жасыңыз 100-ге жеткенде айналаңызда немере шөбере қаптасын деген ниетпен мінеке бөлеңіздің тойынан сый-сипат қабыл алыңыздар. Тойыңыз тойға ұласа берсін аға. Рахмет. Ал енді құрметті ағайындар, жаңа түскен келінді мінекей келген әулетпен таныстыру біздің міндетіміз. Бабадан балаға қалған салт дәстүріміздің бірі. Беташарды бастайық, ортаға жаңа түскен келінді алып шығайық қанекей. Шаққаның, қатпағаны қамырдың, ақ орамал таққаның, кетпегені қадырдың, салт дәстүрді сақтауың, тектілігі тамырдың, оң аяқпен аттауың, ол міндеті келіннің. Шайқалмасын десеңіз, шаңырақтың шаттығы, қайнатаңа құнды бол келін, қайнаныңа құрбы бол келін, қос ананың қабағын бағар, босаға
сюрприз. Бірінші сюрприз. Ал олай болса, құрметті ағайындар, бүгінгі мінекей әулеттеріңізге түскен келіннің бетін ашу маған бұйырған екен. Олай болса, бүгін мінекей бабадан балаға қылған салт дәстүрдің бірі жаңа түскен келінді елмен таныстыру, ақыл кеңес айтып, бүгінгі келіннің бетін ашу маған бұйырған екен. Тойларыңыз тойға ұласа берсін. Өзара әңгімені қояйық, жиыстырайық, балдарды да алдымызға алып отырайық. Құрметті тойға келген ағайындар. Бақыт пенен ертеңіне белең алып, келешектің келбетін көрең анық. Ассалаумағалейкем жамағатым, сәлем сөздің атасы деген халық. Ізгілікті жанына серік қылған, босағаның іргесін берік қылған. Алдымен ағайынға сәлем берем, бет ашарға қаумалап келіп тұрған. Қуаныштан тасып тұр көңіліңіз, ел алдында ақталып сеніміңіз. Жақсы күнде аттаған босағаны, Қайрат аға құтты болсын келініңіз. Той думанда жүрегім жырлайды өлең, біле білсең алмасар күн айменен. Келінге ата бабам мұра еткен, өсиет сөзді бастайын сырнайменен. Өзіңе өсиетті әнім қалып, бәрінде санаңа дүй қабылдап ал. Келін жан құтты болсын бақ қадамың, жақсы болсан қашанда бағың жана. Нақыл сөзін келтіріп кемеңгередің, бүгінгі шаттыққа кенелген күн. Айналайын келін жан тойға келген, барша жұртқа иеліп сәлем берген. Ата енен кең пейіл дархан адам, осыларды етсінші қалқам аман. Көсегесі көгерер кемеңгередің, ата ененің алғысын арқалаған. Жауқасындай жүргейсің гүлдеп керім, жарыңмен асып өмір бір көткелін. Кішілерге мейірбан қолқанат боп, ата енеңмен жарыңды құрметтеген. Ойластырғын жарыңмен жақын қамын, әрбір істі қате істеп шатылмағын. Еңбегіңмен жұртыңа бола берсін жұртыңа атың мәлік. Ойлы сөздің айтылсын орайыдай, оң қадам басақ отау сарайың. Жылы сөзді жүрекке ұялатып, өсек аяң жолама маңайынай. Жалған сөз өсек ұрлық қазулы көр, аузында шын жақсының әзіл жүрер. Сын айтса санаға түй сарапқа сал, тоқтада әділ сөзге тағыңды бер. Адам қонақ қу дүние жалған арас, кейбіреу тірлігіне тәубе қылмас. Сусын ет даналардың нақыл сөзін, өзің сүрген уақытпен болда құрда. Дүние мүлік жиямын деп уысыма, кірмегейін қатердің қуысына. Сөзіңмен көпшіліктің көңілін тап, тату тәтті балдай бұл туысыңай. Халқыңның дәстүрінен өнеге айдынға бастайтын ол кеме болар. Кеуде ұрып өзіңді өзің дәріптеме, жұрт өзі керектісін елеп алар. Көбелек көп бұл күнде отқа құмар,
жақсы болсаң қашанда бағың жанар. Отбасында қиында жиында бар, шыдап баққан өмірдің соқпағы бар. Әрбір сөзім болады ау саған үлгі-ай, мұң шалмасын ешқашан жанарыңды. Иеліп көрпеңді сал төрі сынып, қонақ келсе шытпастан қабағыңды. Жинақылық көрінер әрісіңнен, өз ортаңда болмасын намысың кем. Бірлік болса тірлігің жақсарады, тату болғын сырласың абысын мен. Нұр қопса жүректегі шапағаттай, табасың жұрттан мейір махабатты. Тоғышардың дүниеге көзі тоймас, байлыққа құнықпағын асақатты. Бөлек тұрып жасаудың жолын ойлап, жөнге келмей жүрмеген тоның сайлап. Үйдегі бар мүлкіңді тасымағын, сырттағы төркініңнің қамын ойлап. Кеңге жайып керек, осынау керегені, жақсы адам батаменен көгереді. Өзіңе керегін ал өміріңе, өсиет қалдым, өз сөзді қалдырдым өнегелай. Алдымен таныстырам мен еліңді, солар сенің көтерер беделіңді. Екінші танысын ел нұр жүзіңдай, кейінгі жастар алсын сенен үлгі. Бұның да жолым мүлкінім, Аллаға болсын құлдығың. Риза болмай өлер уақ жақсара қоймас өмірің. Осы үйден өмірден өткен әруақтардың рухына келін қос-қостан сәлемет кейсің. Әруақтардың рухына келін қос-қостан иіліп тұрып сәлем. Бойына шаттық құйылып, атаң түрміне иеліп, Қайрат аға өз атаң сәлем сал келін иеліп. Қайрат қайнатаңа келін қос-қостан сәлемет кейсің. Еріксіз билетер махаббат шіркін солай. Өзіңдей сұлуды қарату кімге оңай. Жүректі жаудаған. Қайрат аға салдың ба, алдың ба? Келейтін саған бар бақты, жөн сілтейтін жан жақты. Ләззат апа өзенің өз анаңдай ардақты. Ләззат еніңе келін қос-қостан сәлемет кейсің. Ата деген асқар тау, биігін аққар басатын. Ақылы мол дария, олардан жан жоқ асатын. Ақылы асқан қымбатты, келіп тұрмында көнелер. Бәрі де саған тілеу қор, көпті көрген енелер. Және де басқа ата, әже, енелерің. Сонау, яғни әжең, Әлима әжеңе келін арнайлап қос-қостан сәлемет кейсің. Нағашы әжең Жұмагүл әжеңе келін қос-қостан арнайлап сәлемет кейсің. Ал енді басқада ата әже енелерің Айып, Майра, Парақат, Жақсылық, Анар, Майра, Ергеш, Ырыскүл, Рахман, Жаңаш, Қалам, Мамат, Гүлән, Махмуд, Марзия, Гүләй, Қаршыгүл, Көшербай, Назира, Зиядапа, Нұрсұлу, Несібелі, Рақия, Серікбай, Ханым атты барлық ата әже енелерге келін қос-қостан сәлемет.
осылармен төрін құт, жақсылардың жолын күт, қайнағалар сайлап тұр келінге деген көрімдік. Әрбір сөзі балғымыз, өмірде қалсын жарқыныз, тату болса абысын, ас көптеген халқымыз. Қайнаға абысындарың Полат, Айжамал, Тынышбек, Бибігүл, Ербол, Меруерт, Қылышбек, Жеңіспек, Есбол, Жеңіскүл, Күншығар, Гүлшат, Нұрлан, Айғаным, Ерлан, Серік, Бердібек, Гүзәл, Мұрат, Марал, Мақсат, Ермекбай, Пердебай, Қалдыбек, Ермекбай, Пердебай тағы да айтылып кетті. Және де не дейді, Мақпал Жүнісова, Қайрат Нұртас атты абысындарыңа, қайнағаларыңа келін қос-қостан сәлемет келсін. Жаныңның жазып жарасын, алдыңда тұрған дарашың, тілеуіңді тілейтін шашын нағашың. Барлық нағашы жұртыңа келін тағы да қос-қостан сәлемет кейсің. Әлқуат, Қалдыгүл, Тұрдалы, Фируза, Нұрлан, Нұржамал, Майдана, Бақытжан, Айдос, Полат, Сабира, Өмір, Замира, Бауыржан, Қайырбек, Бану, Анвар, Гүлбақар, Қайрат, Шырын, Фируза, Салтанат, Бақытжан, Бауыржан, Бақытжан, Базарбай, Айым Торы, Оразалы, Қасиет, Жамила, Мырза, Әлима, Мықтыбай, Орынкүл, Жұмаш апа, Айткүл, Қабыл, Жарылқасын, Күнсұлу, Бағлан, Өтегүл, Арман, Хадиша, Жандар, Айна, Аманкелді, Жанар, Бексұлу, Ұзақбай, Қошқар нағашы, Ұлмекен, Досан, Жаңашатты, барлық жалпы нағашыңа құрметті келін қос-қостан сәлемет кейсің. Шуақты көктем көрік нұр, қуаныштан толып тұр, жанашырың жаныңда апаларың келіп тұр. Әзілге жақын жан екен, көңілі аппақ қар екен, қалтасында арман жездеңнің көрімдік ай бар мекен. Барлық апа жезделеріңе келін қос-қостан сәлемет кейсің. Апа жезделерің Жәмила, Тынышкүл, Қазыбай, Қозыбай, Гүлзамира, Ахмет, Серік,Ораскүл, Гүлбарам, Десен, Тұнымкүл, Адиз, Есенкүл, Уәли, Шишагүл, Әбдіназар, Бану, Лиза, Жұмағали, Тәжігүл, Тұрғанкүл, Ұлфия, Қайыржан, Гүлнара, Тәуекел, Құрбанкүл, Төрехан, Меруерт, Ұлан, Тынымкүл, Нышанбек, Еркінай, Марат, Жарқын, Арман, Сәрсенгүл, Әсия, Қошқар аға дейді. Барлық осы апа жезделеріңе келін қос-қостан сәлемет кейсің. Қайын інілерінің сұрауы бойынша Арман жездесіне арнайлап келін 5 рет сәлем сал деп атыр. Бір Арман жездеге 2 рет. Рахмет. Арман жездеңе 3 рет келін сәлем салсын деп атыр.
Рахмет. Рахмет. Арман жездеңе жалпы общий бір сәлем сала салшы. Байсалды әрі сабырлы, тереңге жайған тамырыды, келіпті бүгін тойыңа, құдағи құда қадірлай. Яғни, осы әулеттің құдай қосқан құдағилары Ербол Зина, Мейірбек Бақытгүл дейді, Гүлей Бейсен Базарбай, Жанат Төремұрат, Сәнімгүл Әлмұрат, Рита Майдан Несібелі, Емберген Ұлжан, Шынар Жәнібек, Ғалия, Асқар Нәбира, Балғабай Бейбі, Құралбек Күләй, Жаулыбай, Қалдыгүл Жаңашапа, Гүлей Майрамбек, Закира, Әлишер атты барлық құдағиларға, құдабалдарға, құдашаларға келін қос-қостан сәлемет кейсің. Биігі болар жардың-да, ботасы болар нардың-да, ортақ болған тойың-ай, жиендерің бар мұндай. Осы әулеттің жиендері, не дейді, жиен ағалары, жеңгелері дейді. Общий жалпы жиендер, Ералы Ұлбейбі, Ерполат Дилафруз, Талант Дина, Жарылқасын Шәмшат, Доскен Нұрсая, Бағила Нұрлыбек, Ильяс Нұрполат, Жадыра Жәнібек, Нұрсыйла Нұржан Майрамбек, Азиза Нұрғиса, Нұржан Сафия, Башар дейді, Бегай, Азат Роза, Балқия, Ұшыға, Раматулла, Пердегүл, Оразалы, Медет, Бақыт, Әділет, Сәуле, Жәнібек, Сағила, Абат, Ербол, Айгүл, Назира, Полат, Гүлзира, Нүркен, Нұрбол, Ира, Гүлмира, Ердос, Райхан, Раушан, Асылбек, Жандарбек, Әли, Арай, Алмас, Абзал, Фариза, Руслан, Арнұр, Балауса, Балнұр, Фируза, Жасмин, Марал, Мейрамбек, Нұрсұлтан, Фируза, Нұржан, Аяру, Асылхан, Әлихан, Аян, Бақтияр, Күнсұлу, Үсен, Айнап, Тұрдыгүл, және де яғни енеңнің жеңгесі Гүлназ жиендерге, және де сіңілсі болама Гүлназ, барлық осы жиендерге келін қос-қостан сәлем еткейсің. Жүрегімде сез алатын, ауырғанда жазалатын дәрігерімсің. Миллионым, миллиардым, алтын, күміс, бриллиантым, қымбаттым менің. Дәуірімсің, ғасырымсың, ғарышымсың, ғашығымсың, жұмбақтым менің. Миллионым, миллиардым, алтын. Рахмет. Тасытып заңғар көңілін, биіктен сайлап орынын. Бүгінгі шаттық тойыңда бөлең тұратып бөреген. Барлық бөлелерін келін қос-қостан сәлемет кейсің. Атап айтқанда, Жұмақұл, Аманкүл, Өмірзақ, Нұрсұлу, Арай, Бауыржан, Сәрсенгүл, Қасиет, Бағила, Жақсылық, Рахима, Рабиға, Жандос, Әзиза, Назира, Маржан, Ғанизада, Абай, Мейір, Саламат, Ердан, Гүлхан, Гүлдерхан, Нұрсипат, Бикош, Ақмарал, Өркен, Санжар, Фариза, Ержан, Юрка,
Юрка, дұрыс қой, ә? Юрка, Марат, Галина, Әсет, Нұрлыхан, Айша атты барлық аты шыққан және де шықпай қалған бөлелерге келін қос-қостан сәлемет келсін. Бірге өскен заманда сәлем берді амандас. Ата енеңнің достарына жақсы келін бол алғаш. Ата енеңнің достары, яғни бұл кісілерде енді ата енелерің Серік, Гүлбазар, Бердігүл, Күмісай, Жұмабат, барлық ата енеңнің достарына келін қос-қостан сәлемет кейсің. Сөзімнің болар жөнесі қайныларың келесі, оларға келін жақсат қой жігіттердің төресі. Қайын інілерің және де қайын інілерің мен қайын сіңілдерің Ақерке, Менизат, Ғазиз, Аяжан, Аяру, Ұлдана, Медеу, Дамир, Талғат, Ыспан, Батырхан, Ерхан, Жанерке, Нұраділ, Расул, Саян, Думан, Әселя, Әсел, Әсем, Наскен, Аружан, Ақбота, Алтынай, Арлан, Әсем, Аружан, Анжела, Руслан, Жәнібек, Абылай, Жанерке, Ислам, Жанерке, Жансен, Ибрахим, Жангелді, Аяулым, Айдана, Сырым атты барлық қайын інілеріңмен қайын сіңілдеріңе келін қос-қостан сәлемет кейсің. Рахмет. Және де Әсем, Мөлдір атты қайын сіңілдеріңе келін қос-қостан сәлемет кейсің. Рахмет. Қуанышқа ортақ боп, қызмет қылып қаншалық, жүгірген бәрі жан салып, өзіңе тұр тамсанып, үйіңе келсе иіліп, сәлеміңді салғында, ағайыннан ауылдас көршілерің бар мұндай. Көршілер Қылыш, Сабила, Досымбек, Эльвира, Рысбек, Зағипа, Нұрболат, Бақтыгүл, барлық осы, яғни көршілерге, Жұманияз, Роза атты барлық көршілерге, ауылдастарға келін қос-қостан сәлемет кейсің. Рахмет, құрметті ағайындар, және де осы тойға арнайлап келіп отырған жақсылықтың достарының да ата-аналары келіп отыр екен. Яғни Гүлмира, Жанат, Гүлбану атты ата-аналарға келін қос-қостан сәлемет кейсің.
Рахмет. Және де құрметті ағайындар, осы тойға арнайлап келіп отырған кәсіптестер дейміз, коллективтер дейміз. Жалпы осы кісілерге де арнайлап келген қос-қостан сәлемет кейсің. Аттарын атап үстерін үстемейміз. Осы тойға келген коллективтерге келін қос-қостан сәлемет. Және де құрметті ағайындар, осындай тойда енді ұмытылып кетіп жатады көпшіліктің арасынан. Бірақ ұмытылып кетіп кейін арнайлап шығып жатса атыңыз, онда сізден асқан бақыт жоқ шығар деп, апа жезделерден Гүлжайна атты әпкеңе келін қос-қостан сәлемет кейсің. Сүндет атты жүзіңе келін қос-қостан сәлемет кейсің. Сүндет деген өзі негізі бақытты жігіт. Өйткені әрдайым жымиып жүреді. Арнайлап келін қос-қостан сәлемет кейсің сүндеттей жездеңе. Ондай жезде ешкімде кездесе бермейді. Сондықтан арнайлап келін жездеңе сүндетке қос-қостан 5 рет сәлемет. Рахмет. Тату тәтті күн кешкен бұзылмастан бастары, келіпті бүгін тойыңа жарыңның құрбы достары. Бұл кісілерде енді моментті пайдаланып қалады. Негізі бұдан кейін сәлем салмайсың, оны да өзің білесің. Кім екенін біліп отқан шығарсыздар. Яғни жақсылықтың жалпы осында келіп отырған класстас достарына келін арнайлап қос-қостан сәлемет. Соның ішіндегі Ырзағалиға келін бір 5 рет сәлемет деп жатыр. Олай болса, құрметті ағайындар, осы той Ырзағалиға жұғысты болсын деп бірді қол қошемет деп қояйық. Және де Айбек атты досына да арнайлап келін сәлем салғайсың. Осы өмірде сүргендер бар, бірақ Айдостай досты көргендер аз деп. Құрметті достарға арнайлап келін Айбекке келін қос-қостан сәлемет келсің. Ағайын, айтылды біраз өрнегім, таныстырдым келінге маған жазып бергенін, бетіңді келін ашқаным, жаңа жұртқай қосқаным, ұмытпайын өзімдей қамын ойлап басқаның. Бетін ашқан келіннің Әділбек балаңы мен болам, әкем аты тұрған бек кедейлерге жен болам, жүрегімде жалынымың, өнеріммен танылдым, сұрасаңыз руымдей қара кесегі әлемнің.
Өзімнің ұқсаң сапасын, бақыттың дәмін татарысың. Қол жайып бата тілейік, ақсақал берсін батасын, ақсақал берсін батасын. Батаңды бер, батаңды. Ал енді құрметті ағайындар, келіннің бетін кім ашса ыстық боп көрінер көзіне дейді. Ләззат әпке, кімге ашамыз бетін? Өзіңіз ашасыз ба? Абайлайсыз ғой бірақ, Құрметті ағайындар, сіздерден қошемет болсын. Ләззат әпке бетін ашқан кезде келіннің маңдайынан сүйіңіз. Маңдайалы келіндердің бірі болсын. Рахмет музыкаға. Бетінен сүймеңіз, өйткені бетпақ келіндер көбейіп кеткен дейді. Ерінен сүймеңіз, егесі бар, тек қана маңдайдан сүйіңіз. Өзімнің айтқанынан шықпасын десеңіз, көптің көзінше аузына 5 рет түкір жіберіңіз, болды. Келін түсті салды ғой бұрынғынан, біздің үйге бірендай бұрындынан. Рахмет. Құрметті ағайындар, мен ортаға, яғни жақсылықтың досы, бойдақ досы Ырзағали ме еді? Қайда? Кел. Ал енді құрметті ағайындар, осы тойдан бойдақтарда құр кетпесін деп, мына құрметті ағайындар, 500 теңгелік көрмейдіңіне? Хотя 1000 теңгелік болса деп атсам бар екен. Мынау ақша осы тойдан, досыңның тойынан саған естелік. Қалай сақтауын білесің ба? Қайтып сақтайсың? Қалтама? Жоқ, қалтаңа салсаң ол ертең жаңағы горилла ашып қоясың. Мынаны үйге барасың, скотчқа орайсың, сөйтесің, 1 литрлік банкіні аласың, суды құясың, соған саласың. Таңертең түсте, кешке 3 рет сол суды қасықпен ішесің. Ана ақша, ана суды ертерек таусып қойайын, ертерек үйленейін деп банкіні түбімен ішіп қойып, мынау таңдайыңа жабысып қалмасын. Олай болса, құрметті ағайындар, осындай бүгінгі, яғни досының тойында Ырзағалиға да осы той жұғысты болсын дейміз. Тойын тойға ұласа берсін. Жаңағы оқта ұстаған бала қайда? Кел. Енді біз құрметті ағайындар бетіне қарамаймыз. Мынау мінекей осы балада осындай күнге жетсін дейміз. Тойын тойға ұласа берсін. Нема? Рахмет. Бет ашарда атың шықты ма? Ақша салдың ба? Өтірік айтпа, мен көрген жоқ. Әшейін айтып отырмын, әзілдеп отырмын. Тойын тойға ұласа берсін. Ал енді құрметті ағайындар, баяғыда бет ашқан кезде түскен ақшаны өзіміз алып кететінек. Қазір енді мына құрметті ағайындар, мен ортаға Ләззат әпкені шақырғым келіп отыр. Келіңіз. Мынау халықтың берген сізге деген, келімге деген көрімдігі. Мен ырым есебінде қолымды саламын, бұйырғанын аламын, бірақ ешкімге көрсетпей қалтама саламын. Көріп қойдыңдар ма дейме? Мінекей, мынау сізге берген көрімдік халықтың қабыл алғайсыз. Енді ортаға жақсылықты шақырайық. Жақсылық деген бала существует па осы жерде? Қалды елесін бар екен соңғы. Тойға алыңыздар. Рахмет, рахмет. Нема сіздер егесіне бересіздер ма? Енді ана шарқатты ораңыздар, оппа. Абайлаңыздар, қылын қалып жүрмесін, офты барлар барыңыздар. Ал олай болса, құрметті ағайындар, мінекей бүгінгі жақсылықпен Аружанның үйлену тойы баршаңызға құтты болсын, жұғысты болсын, жастар бақытты болсын дейміз. Тойларыңыз тойға аласа берсін, адам ұрпағымен 1000 жасайды дейді. Қайрат аға, ұрпағыңыз көп болсын. Жыл сайын сіздерді осы балаларыңыз немеремен қуанта берсін. Яғни екі жақтың да жүзін жерге қаратпайтын үлгілі отбасы болуды осы балаларыңызға нәсіп етсін дейміз. Ал олай болса, яғни жақсылық бүгінгі
бас қосқан, яғни бір басың екеу болған тойың құтты болсын. Неге де настроениең жоқ? Бар ма? Ау. Бар насай. Күшті ма? Бір күліп қойсай. Ассалаумағалейкум деп бір айқайлап жіберсіз баршаға. Ассалаумағалейкум барша келген қуанақтарға. Я. Рахмет, рахмет. Мен де үйленген кезде сен сияқты өзімнен өзім күле беретін болдым. Сөйтсем уақыт келе, не дейді? Әйел отағасы деп сыйлайды. Алыс кетсең сағындырады. Уақыт келе, яғни келін сені де өзіне бағындырады, я дейді ғой, көреміз деген сөз болды деген сөз. Осы бастан беріліп қоя бер, я. Олай болса, тойлар құтты болсын, бақытты болыңдар. Ал енді Беташардың батасын кімнен сұраймыз, Қайрат аға? Ау, Мәке, келіңіз, Майдан аға дейсіз ба? Келіңіз аға. Ассалаумағалейкум. Той құтты болсын. Бүгінгі той Беташардың батасын сізге бұйырып тұр екен. Олай болса, батаңызды беріңіз. Мен микрофонды өзім ұстап тұрам аға. Мынау шапаныңыз бар. Бере беріңіз батаны деп атқан. Әуелі Алла ал құлым десін, бақытты болсын, бар құлым десін. Келебі жебі үмметін десін, Мұхаммед пайғамбар үмметін десін. Юсуп пайғамбар ісің жорсын, Идрис пайғамбар ісің жорсын. Арыстан баптың өмірін берсін, Қожа Ахметтің селен берсін. Қораса дәуле қорғаусын болсын, Сейтпенбет қожа қолдаусын болсын. Мүсірәлі қожа медеткер болсын. Бабайтық шаш-шашы бәледен сақтасын. Қанарбай әуле қыршықтан сақтасын. Сұлтанай сұбуа тыршықтан сақтасын. Қыдырата қасыңда болсын, бақ пен дәулет басылда болсын. Иманың бәрі иманды болғай, бәрі жиғанды болғай. Балдарың бақытты болсын, өмірлі сүбірлі болсын. Қатардың алды болсын. Өшпес, өмір таусылмас, бақыт берсін. Міне осы дастархан басында отырған ағайындар, сіздерінде үйлеріңде осындай жақсы той тамаша болсын. Аумин, аумин, ақсақалымыз баталы болыпты. Енді мақалды болсын, сақалды болсын дейміз. Ал олай болса, бүгінгі ағау. Мына бағана сұрап жатырдыңыз ғой, бірдеңесі бар ма деп, соны беріп. Бар екен, Олай болса, құрметті ағайындар, баршаңызға той құтты болсын, жұғысты болсын дейміз. Балалар бақытты болсын дейміз. Әрбір ата-ананың арманы балдарының бақытты болғаны дейміз. Армандарыңыз орындалсын. Олай болса, бағана айттым ғой сізге, егесіне бер деп, Ештеңе бермедіңіздер ме, Беташардан ырымдап? Онда отырмай ма деп отқаным ғой. Ал енді тойларыңыз тойға ұласа берсін. Біздің қазақта кел демек бар, кет демек жоқ. Естелікке ата-аналар келіңіздер, суретке түсіңіздер. Содан соң ортаға барлықтарыңызды биге шақырамыз ағайындар. Тойларыңыз тойға ұлассын. Алған әнім қырассын деп. Өмірге ылайық отты жағып жар-жар, келедәні екі жас топты жарып жар-жар. Осы өмірге ылайық отты жағып жар-жар, келедәні екі... Ұмытып қалдым енді, ата-аналары, жақсылықтың достарының ата-аналары келіңіздер. Беретіндеріңіз бар, беретін жерді қатырамыз ғой, алатын жерді қатырамыз, Келіңіздер, құрметті ағайындар. Адам деген пендекен, жоқ болып кету демдекен, бұл өмірдің қызығы сіз біздескен жердекен дейді. Олай болса, осындай мінеке балаларыңызда дос болып жүрсе, сіздер де ата-аналар бір-бірлеріңізбен сыйластықта жүрулеріңіздер тілектеспін дейміз. Сосын айтып өтейін, мына микрофон қойдың басы емес, әркімнің алдына бара беретін. Біреуіңіз сөйлеңіздер. Біреуіңіз сөйлеңіздер деп отырмын да. Құрметті міне тойға жиналған қауым, барлықтарыңызға да мына той құтты болсын. Қайрат, Ләззат, ұлдарың, балдарың бір басы екеу болып жатыр, құтты болсын. Балдарың бақытты болсын, өмірлі болсын, үлгілі семьяның бірі болсын.
үйлеріңде әрқашан той болсын. Жиған тергендерің осы балдарың тойына шашылып, ағайын туыс қауымменен бірге тойлай беріңдер. Тілектеспіз. Балдарың бақытты болсын. Не аз ғана Ләззатқа сыйлығымыз бар. Көктем келсе гүл ашылады, жидегүлдің иісі шашады, қыздарсында зор ашылады, көктемдегі әсем гүл соңғылады, жидегүлдің иісі шашады, қыздарсында зор ашылады, көктемдегі әсем гүл сонда. Ойна достар, ойна, билер ал қыздар келмейле, айлы аспан астында, көктемдегі әсем гүл сонда. Ойна достар, ойна, билер ал қыздар келмейле, айлы аспан астында, көктемдегі әсем гүл сонда. Қалғандарымыз билей береміз қанекей. Тауда қызғалдақ ашылады, қара шашың өрілгендей, сенің нұрлы дидарыңнан күннің көзі көрінгендей. Қызыл өрік, сүйіп қалдым мен сені көріп. Қызыл өрік, қойшын маған көңіл бөліп. Қызыл өрік, сүйіп қалдым мен сені көріп. Қызыл өрік, қойшын маған көңіл бөліп. Қызыл өрік, қызылғандай, күлкің болақ, жүзің балдай. Қызыл өрік, қызды көріп, көңіл шіркін бұзылғандай. Қызыл өрік, сүйіп қалдым мен сені көріп. Қызыл өрік, қойшын маған көңіл бөліп. Қызыл өрік, сүйіп қалдым мен сені көріп. Қызыл өрік, қойшын маған көңіл бөліп. Қызыл өрік, сүйіп қалдым мен сені көріп. Қызыл өрік, қойшын маған көңіл бөліп. Қызыл өрік, сүйіп қалдым мен сені көріп. Қызыл өрік, қойшын маған көңіл бөліп. Қанеке құрметті ағайындар, билеп қалайық. Суретке келіп тойда да түсеміз қанеке. Опа! күздің жауын алар жанарың, мені ойландырар сенің қалауың. Сүйем деуге сені ұялғаныммен, мөп-мөлдір көзіңді қиялдадым мен. Күздің жауын алар жанарың, мені ойландырар сенің қалауың. Сүйем деуге сені ұялғаныммен,
seni men de bayağıday sulusun o canım sen de bayağıday suyumduge seni uyalgaным men möpülдөр gözüңde kıyaldadım men жақсы көрем seni men de bayağıday sulusun o canım sen de bayağıday suyumduge seni uyalgaным men möpülдөр ay gözüңde kıyaldadım men ay suyalmadım men қалай қылайын қалай қылайын мүлдем үндемейсің сен қалай ұнайын қалай қылайын қалай қылайын мен өзіңді сағынсам қалай шыдайын қалай қылайын қалай қылайын мүлдем үндемейсің сен қалай ұнайын қалай қылайын мен қалай қылайын мен өзіңді сағынсам қалай шыдайын қалай қылайын қалай қылайын мүлдем үндемейсің сен қалай ұнайын ай қалай қылайын қалай қылайын мен өзіңді сағынсам қалай шыдайын
женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам ландыши, ландыши от души. Я подарю вам лилии, желтые, красные, синие. Я подарю вам ромашки и айгульки, и Наташке. Я подарю вам все цветы, навсегда в сердце ты. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю тебе розы, розы и мимозы. Я подарю тюльпаны, милые дамы. Я подарю тебе пионы, пионы, миллионы. Я подарю тебе жасмины без повода и без причины. Дарите женщинам цветы без повода и без причины, без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь дарят женщинам цветы настоящие мужчины. Мынау міне барақат, мынау міне шарапат. Бұлар менің достарым, сау жүріңлер саламат. Ауыл жақты аралап, сөздер айтсам шамалап. Еркекпіз ғой бұл сөздерім аманат. Хей, мынау міне барақат, мынау міне шарапат. Бұлар менің достарым, сау жүріңлер саламат. Ауыл жақты аралап, сөздер айтсам шамалап. Еркекпіз ғой барлық сөзім аманат, аманат. Қара қалпақ туған жер, айналайын кіндік қаным тамған жер, тамған жер. Қара қалпақ туған жер, айналайын кіндік қаным тамған жер, тамған жер. Себебі балдарымыз жас, екі жас бақытты болсын, дендері сау болсын, ләззат қайрат, үнемі үйлерінде той болсын, тойлары құтты болсын, осы балдардың рахатын көріп, ойнап күліп жүрген жақсы қызметші, қызметтерінде істер болсын, бақытты болсын Әрдайым бойын болсын, өмірі ұзақ болсын, Hayır, nağaç sizden bir şey yapacak. Hayır, ne diyeyim? Buna bugün orta seviyemiz iki жас бақытты болсын. Әрқашан осы қуаныш тасталған болады.
Мама.